Достар, бүгін біз Европа асханасына саяхат жасаймыз. Осындай керемет европейский деп аталатын салат жасаймыз. Кеттік, бірге жасап көрейік. Алдымен бізге жұмсақ етті маринаттау қажет. Достар, мен етті кивиға маринаттайтын боламын. 5-10 минуттың ішінде жұп-жұмсақ болып пісіп шығады. Қазір барлығын көрсетемін. Тағда лайфхак ретінде айтайын, етті ұзын сызықтарына қарама-қарсы осылай кесіп алсаңыздар, етіңіз тез пісіп шығады. Етке азғантай тұз саламын, зәйтін майын, яғни оливковый масло құямыз, және кивиді үкіштен өткізіп саламыз. Жарты киви немесе оның да жартысы жарайды. Себебі егер кивиді көп салып қойсаңыздар, етіңіз езіліп кетуі де мүмкін. Осылай араластырып 10-15 минутқа қоямыз. Ет маринатталып болғанша салат жапырақтарын жуып, тазалап дайындай береміз. Менде салат жапырақтарымен рукколаны пайдаландым. Негізі кез келген көк шөпті пайдалануға болады. Мысалға айсберг немесе осы салат жапырақтарының қызыл түрі лола росаны пайдалануға да болады. Осылай әдемілеп қолмен тураймыз. Міндетті түрде қолмен тураймыз, себебі пышақпен турасақ, жапырақтарымыз езіліп отырып қалады. Черри помидорларын пайдаланамыз, оны да ортасынан бөліп, осылай салатымыздың үстіне салып шығамыз. Кішкене тұз сеуіп жібереміз, және зәйтін майын сеуіп азғантай мөлшерде құямыз. Сыр фетакса пайдаланамыз. Осылай 4 бұрышты етіп турап, азғантай мөлшерін саламыз, ал жартысын еттен кейін бетіне әдемілеп салуға алып қаламыз. Ет маринатталып болды, енді осылай табаға қуырып пісіріп аламыз. Тағы да қайталап айтамын, кивиді маринаттаған кезде 10-15 минут ұстасаңыз жеткілікті. Себебі бір киви, ол бір қойдың етін маринаттауға күші жетеді. Осы заттар маған қазір еттің үстіне салуға қажет. Яғни фасоль, жүгері, чесночный май және сливки. Етіміз пісті, енді оның үстіне сливки құямыз және чесночный май құямыз. Чесночный майдың жасалу жолы өте оңай. Чеснокты үкішіне өткізіп, зәйтін майының ішіне салып холодильникте сақтаймыз. Кез келген етпен жасалатын тағамдарға қосуға болады. Енді оның үстіне фасоль мен жүгеріні салып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Дайын болған етті соусымызды салатымыздың үстіне салып шығамыз барлығын. Мінекей барлығын осылай салып шықтық. Енді қалған сырымызды әдемілеп еттің үстіне салып шығамыз. Жасалу жолы өте оңай, бірақ дәмі ерекше. Салатымыз дайын болды. Бұл салатты жасап, сіз кез келген қонағыңызды таңғалдыра аласыз. Достар, егер видео ұнаса, мені қолдауларыңызды ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий қалдырып. Ас болсын.